Шулама қазақстандық музыкалық драмасының шығуына санаулы күндер қалды. Осыған орай сіздерге фильм жайлы қызықты деректермен бөліскіміз келеді. Кеттік бақ. Қазақстандық рэпер Деля Курлақап атымен танымал Әнуар Баймұхаев фильмге диалог жазуға көмектесті. Кинода Асапже трегінің толығымен құрылуы және талдауы көрсетілген. Танымал Ирина Қайратқызы тобының продюсерлері Джамал Энгенджа фильмдегі соңғы, яғни финалдық туындының битін жазды. Басты кейіпкерлердің рөлін сомдаған үш актер Досан Кеншімбаев, Демеу Атымтаев, Алмаз Мержақыповтың дебюті болып табылады. Басты кейіпкер Сапардың рөлін сомдаған Досан Кеншімбаев өмірде де рэп орындаушы. Ол 14 жасынан бері рэппен айналысады. Фильмде Алмаз Мержақыпов орындаған Дарханның кейіпкері түсірілім кезінде шынымен персинг жасатуға келісім берген. Кейінірек оған идея ұнап, және тағы бір персинг жасауға шешім қабылдады. Жігіттердің негізгі көлігі болып табылатын және фильмнің символына айналған қызыл фургонды режиссер түсірілім кезінде Қарағанды аулаларының бірінде көрген. Фургон режиссерге қатты ұнап, оны бірден фильмге сатып алып, Алматыға әкелу туралы шешім қабылданды. Тағы бір ерекше дерек. Фильмдегі Дархан және Сапар кейіпкерлерінің есімдері Дархан жүзге және оның Сапар әніне сілтеме жасағандай. Мүмкін бұл Айтөренің Дарханның өнеріне құрмет көрсеткені болар. Ал қалған қызықты 11 шілдеде еліміздің барлық кинотеатрларынан Шуламаны тамашалап, шулатайық.